Есімім Клара. Жасым 25-те. Өзім оңтүстік Қазақстанның тумасымын. Біздің жақта жасың 20-дан асса, кәрі қыз атайды. Жұрттың сөзіне өзім мән бермесем де анам мойындайтын. Ауылға барған сайын тұрмысқа шыққан сыныптастарымды айтып, қыз мұраты кету екенін есіме салатын. Менің Алматыда жігітім бар еді. Оны көпшілік туыстарым да, ата-аналарым да білді. Себебі ол жігіт мені белгілеп Инстаграмға салып, өзінің махаббаты туралы жазып отыратын. Менің де парақшамда ол жігітпен түскен суреттерім болды. Ауылға қыдырып барған кезінде әкемнің досы өзінің отбасымен бірге қонаққа келді. Менімен қатарлас жақсы қызметте істейтін ұлы бар екен. Түрі сымбатты, бойы ұзын жігіт. Басқа ешқандай ойымда, үрей қорқынышымда болмады. Кешкілік құрбылармен қыдырып кеттім. Келсем қонақта тарқасып кетіпті. Үйде бәрі өзара күбірлесіп мәз болып жүр. Мен аса мән бермедім. 2 күннен соң Алматыға қайта келдім. Сүйікті жігітім тұрмысқа шығу туралы ұсыныс жасады. Мен иә деп жауабымды бердім. Шымкентке барып ата-анамнан рұқсат алу үшін уақыт керек болды. Менің сабағым ол кісінің жұмыс кестесі келмеді. Бастысы өзара екеуміз жазда той болады деп шешіп қойдық. Тіпті мейрамхана іздеп көйлектерді таңдай бастадық. Әлі есімде, Наурыз мерекесінің қарсаңында үйге бардым. Ал сүйікті жігітім дәл 22 Наурыз күні ата-анаммен танысуға келетін болды. Бірақ үйге келсем, атмосфера мүлдем басқаша. Маған құда түсіп кетіпті. Сол баяғы досы мен әлгі сымбатты жігіт. Тіпті той күнін белгілеп қойыпты. Сәуірдің басында маған сырға салып алып кетеді. Сәуірдің соңында той болады. Мұны естіген кезде төбемнен біреу суық су құйғандай болды. Сүйікті жігітіме жылап телефон соғып бәрін түсіндірдім. Ол Алматыға келген соң алып қашамын деді. Менің әке-шешем, туыстарым да ақымақ емес қой. Сәуірге дейін Алматыға баруыма тыйым салды. Жігітім бір күні кеште Шымкентке достарымен келіп, маған телефон соғып, бәрі ұйықтаған кезде алып қашатынын айтты. Келісім бойынша ештеңе алмауым керек болды. Үй киімімді киіп, бірлік саламын деп үйдің жанындағы дүкенге шығып кеттім. Сол кезде көлігімен дайын тұрған жігітіммен Алматыға кеттім. Бастапқыда іште қорқыныш болды. Ата-анамды аядым. Бірақ мен үшін ерлікке барған ғашығыммен соңына дейін бірге боламын деп бел будым. Ертесіне қуғыншылар келді. Іштей көнеді деп ойлаған едім, олай болмай шықты. Қуғыншылардың арасында туған ағам мен жеңгем, туысқан ағамыз бен әпкеміз болды. Ешқандай келісімге қарамастан, тілге келместен мені сүйреп кері алып кетті. Ағам бәрінің көзінше мені тепкілеп, ұрғанын әлі де ұмыта алмаймын. Үйге әкелген соң 2 күннен кейін әкемнің досы мен туыстары келіп, сырғасын салып ұзатып әкетті. Одан кейінгі өмірімді мен ешқандай да дұшпаныма тілемеймін. Әйелінің өзгеге ғашық екенін білу кез келген еркекке де оңай емес. Бірақ менің жолдасым Азамат ешқандай эмоциясын көрсетпеді. Алғашқы 3 күн жақындаспадық. Өйткені менің етек кірім келген кез болатын. Ол кезде қолымда ұялы телефонда жоқ. Үйде ешкім болмаған кезде сүйікті жігітімен звондап қайта алып қашуын өтіндім. Түскен үйімнің жағдайы өте керемет. Бай, ауқатты отбасы. Әкесі Тараз қаласында үлкен қызметкер. Жолдасымның да қызметі жоғары. Одан бөлек бизнестері де бар. Тамақ жасау, үй жинау деген проблема жоқ. Себебі үйде көмекші 2 қыз бар. Бірақ бұл байлық махаббаттың қасында түкте емес. Сүйгеніңмен бірге қара нан жеп, су ішкенге не жетсін. Сондықтан бұл байлықтан бас тартып қайтадан қашып кетуге бел будым. Жігітім де кетәрі болмады. Тағы да алып қашты. Бұл жолы үстіндегі халатым мен дәретханаға шыққан бойы дарбазадан секіріп қаштым. Десе де жоғарыда айттым ғой, барған жерімнің қолдары ұзын, жарты жолдан қайтарып алды. Қайта келген соң маған деген көзқарастары мүлдем өзгерді. Бастапқыда сыпайы болған күйеуімнің де қабағы бұзылып, дауысы қаталданған. Абысындарым бетіме баспаса да асханада өзара күбірлесіп жүреді. Мені көрген енемнің де реакциясы тұрпайы болды. Зікіп, бүйіріп та сөйлейтін. Көңіліне жақпаса көргенсіз, тәрбиесіз, сорлы деп те қарғап сілейді. Қайын атам әкемнің жақын досы болғандықтан шығар, әйтеуір ешқандай өзгеріс байқатпады. Тіпті дастархан басында әке-шешеңді жақсы танимын. Жақсы әрі текті адамдар. Сен де сондай қыз екеніңе сенімдімін. Тек жастықтың буымен қателік жасап отырсың. Әке-шешеңнің жағдайын, абыройын ойласаң ақымақтықты доғар. Ортамыздағы сыйластығымызды бұзбайық деді. Іштей қателігімді түсініп, амалсыздан көне бастадым.
Сіз сұрап отырған төсек ләззатын бүгінгі күнге дейін сезген емеспін. 3 жылдан астам уақыт бірге тұрамыз. Бірінші түннің өзінде-ақ маған қатты ауыр болды. Күйеуім де алдыңғы әрекеттерімді кешіре алмай, әдейі қинағандай көрінді. Мүмкін көңіліме жақпай тұрғасын солай көрінген шығар, білмеймін. Қазір кішкентай Ерасыл есімді батырымыз бар. Барлық махаббатымды сол балама арнап жүрмін. Менің өмірімнің мәні. Кейде сөмкемді жинап, қолымды бір сілтеп ажырасып кеткім келеді. Бірақ ұлымды аяймын. Мені кез келген еркек сүйе алатын шығар. Алайда Ерасылды әкесінде ешкім жақсы көре алмайды. Ешкім балапаныма қамқор бола алмайды. Мен еркектерге керек болсам да, балам өзге еркекке қажет болмайды. Бұны жақсы білемін, түсінемін. Сондықтан ажырасу туралы ойламауға тырыстым. Ұлым дүниеге келмес бұрын өзіме бір рет қол жұмсаған едім. Оған басты себебім күйеуім. Қаншалықты сүймесем де, менің заңды күйеуім ғой. Қызғандым ба, әлде опасыздықты мойындаса, сылтау етіп ажырасқым келді ме білмеймін, әйтеуір тергей бастадым. Күйеуім көп сұрақтарымның бірінде елеген жоқ. Егер басқа біреуім болса, абыройымды төгіп, аттаған босағаңнан қашып кеткен қызды алмас едім ғой, деді. Осыдан кейін үндей алмадым. Іште ызаға булығып, сарайға барып асылып өлмек болдым. Енем көріп қалып шешіп алды. Арамызда бұдан өзге аса үлкен дау-жанжал туғандай емес. Себебі күйеуім екеуміз әлі ашылып сөйлескен емеспіз. Әйтеуір амалсыздан бірге ұйықтаймыз. Бірге боламыз, бірге тұрамыз, бірге баратын жерімізге барамыз. Шыны керек, күйеуім үшін мен құр бейне сияқтымын. Тірі өлік деген теңеу маған арналғандай. Кейде менің сұрақтарыма тіпті де жауап бермейді, назарында салмайды. Оның ішінде не бар екенін мен білмеймін. Бірақ мен әр түн сайын бұрынғы ғашығымды аңсаймын, сағынамын. Өзім өзгені іздегендіктен оның да ішінде сондай біреуі бар шығар деген ой болды. Бірақ ешқашан ол туралы сұраған емеспін. Осыдан 3 күн бұрын үлкен ойын-сауық орталығында бұрынғы махаббатымды көріп қалдым. Анда-санда инстаграмына кіріп қарап қоямын. Сол кезде бір қызбен үйленгенін байқадым. Ойын-сауық орталығында әуелі келіншегін көріп қалдым. Кейін алыстан бұрынғы жігітімді байқадым. Сол баяғы сымбатты қалпында екен. Әйелімен қол ұстасып жүргенін көрген кезде ішімде алай-дүлей сезім болды. Сол бақытты әйелдің орнында өзімнің бола алмағаныма өкіндім. Төркінге барғанда анама бір рет мұңымды шағып, ағылда тегі жылаған едім. Сол кезде ана ғой, шыдай алмай кешірім сұраған. Мені бақытты болып, жағдайы жақсы отбасында тұрсын деп бәріне тәуекел етіпті. Сол кезде қайынатамның өзінің қызметін пайдаланып, әкемнің қызметшінің өсіргенін білдім. Қалың малымды беріп, өзге кәделерімді де өте қымбат әрі бағалы қылып беріпті. Қазір астымда көлігім, қолымда қымбат ұялы телефоным бар. Бірақ өмірде бәрі ақшамен, байлықпен бағаланбайды ғой. Кейде шынайы махаббатты іздеймін. Барған жерде бір жеңгеммен сырлас болып кеттім. Ол кісіні де ата-анасы таныстырып ұзатқан екен. Алғашқы жылдары махаббатты сезінбеген. Бірақ міне 10 жылдан астам уақыт бір шаңырақтың астында тұрып жатыр. Махаббат 5 жылдан кейін сыйластық пен бауыр басу қалпына келді дейді. Қайнағам екеуіне қарап шынымен риза боламын. Сол жеңгем күйеуің сені сүйеді. Сүймесе осыншама абыройын төгіп, басын жерге дейін еңкейтпес еді. Тек шынайы махаббатын көрсетейін десе, сенен сондай жауап ала алмаймын ба деп қорқақтайды. Сондықтан өзің бірінші жібектей жұмсақ бол. Еркеле, еркелет. Сол кезде араларың жақындайды. Сәл шыдасаң сен де бақытты боласың дейді. Сол бақытты өзімде асыға күтіп жүрдім. Бірақ осы оқиғаны оқыған әр атана болашақта қыздары мен ұлдарының бақыты үшін деп қинап үйлендірмесе екен деймін. Себебі менің ел алдындағы өмірім рахат болса да, жатын бөлмедегі өмірім мен ішкі жан дүнием алай-дүлей соғыс. Барлық қыз-келіншектерге адалдық, сабырлық, ең бастысы махаббат пен сыйластық тілеймін.